Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Террорлық пиғыл ұстанушылар Тель-Авивте бой көрсетті. Не ойлаған кім білсін, қаланың бір тұрғыны құлшылық жасап отырғандарға кіріп барып, екшеуін пышақтап үлгерген. Салдарынан екі адам көз жұмып, біреуі ауыр жараланды. Ал қаскүнем көп ұзамай қолға түсіп, қазір жауап алынуда. Полиция қызметінің айтуынша, шабуыл жасаған адам оқиға орнына жақын маңайдағы мейрамханалардың бірінде жұмыс істейтін көрінеді. Бұрын соңды ешқандай теріс қылығымен көзге түспеген, қылмысқа да қатысы болмаған. 36 жастағы күдіктінің 5 баласы бар екені анықталды. Осы шабуылдан кейін Ле-Шала Гуш-Эцон ауданында белгісіз біреу өз көлігінде отырып, жанындағы 3 машинаға оқ жаудырған. Алдын ала мәліметтер бойынша шабуылдан 10 адам жараланған. Олардың екеуі ауыр халде. Израиль ақпарат көздерінің хабарлауынша, жараланғандардың көбі сырттан келгендер екен. Барлығы қаша жөнелді. Біз жоғарыға көтеріліп, құлшылық ететін жерде қансырап жатқан адамды көрдік. Көп уақыт өтпей тағы бір адам синагогаға кірмек болғанда лаңкес оны жер жастандырды. Сен-Денидегі лаңкестерді құрықтау кезінде көз жұмғандардың бірі Париж қанды оқиғасын ұйымдастырушы ретінде қабылданған Абдельхамид Абаут екен расталды. Бұл жайында елдің ішкі істер министрі мәлім етті. Лаңкестің жеке басы саусақ таңбасы арқылы анықталған. Брюссельдің Маленбек ауданында туып өскен Абаут Ирак пен Сириядағы атышулы лаңкестік топтың қатарына жас еуропалық азаматтарды тартуда негізгі рөл атқарған. Және биыл Париж-Амстердам бағытындағы пойызда болған шабуылға қатысты деген күдік бар. Естеріңізде болса, тамызда пойыз вагондарының біріне қаруланған содыр кіріп, жолаушылардың өміріне қауіп төндірген. Алайда ол жолы лаңкестің ойы жүзеге аспады. 4 жолаушы оған тойтарыс берген еді. Aucune information. Абдельхамид Абаут Парижде болған лаңкестік әрекеттерді ұйымдастыруда негізгі рөл атқарды деп есептейміз. Және биыл қауіпсіздік қызметінің алдын алынған 6 терактың 4-іне қатысы бар болғандығы анықталды. Ал Швецияда лаңкестік әрекетті ұйымдастырмақшы болды деген күдікпен 25 жасар Ирак азамат ұсталды. Айыпталушы Вестерботтендегі босқындар орналасқан орталықтың маңында қолға түскен. Жергілікті ақпарат көздерінің мәлімдеуінше күдікті Ирак пен Ливан террористік тобының содыры болып табылады. Швецияға табан тіремес бұрын ол біраз уақыт Германияны паналаған. Естеріңізде болса, бұл елде де Париж оқиғасынан кейін қауіпсіздік шаралары күшейтілген еді. Ел билігі лаңкестердің көздеген мемлекеттері қатарында Швецияда бар деген пікірде. Лаңкестердің келесі көздеген нысанасы Рим мен Милан болу әбден мүмкін. Бұл туралы ескертпені Барлау федералды бюросы жолдаған. Онда Ватиканадағы әулие Петр базиликасы мен Ла Скала театрын атап көрсеткен. Енді бұл екі қала қауіпсіздік шарасына мықтап кірісті. Ал қала тұрғындары көшелерде иесіз жатқан әрбір заттан үрейленіп әбден шошып қалған. Үрей, Еуропа қазір осы сөздің мәнін ұғып алды. Қай қалаға барсаңыз да жұрт әлденеден күдіктенеді. Мысалы Римдегі Петр алаңы. Мұнда бір үрей сезіледі. Әдетте сапырылысқан жұрт жүруші еді. Қазір келушілер қатары күрт сиреген. Қайта сақшылар көп. Мен осы маңайда тұрамын. Мұндағы полиция мен әскери адамдардың көбейіп кеткені мені үрейлендіреді. Егер күдікті зат немесе адам көрсем, алаңдап, бұл не қылған жан, қайда барады, ғимарат жанында не қып жүр деген сұрақтар ойыма сап ете қалады. Осыдан кейін бойымдағы қорқыныш күшейе береді. Бірақ біз еш нәрсеге алаңдамай, күнделікті тірлігімізді жалғастыруымыз қажет. Болып жатқан жағдайларға алаңдап өмірімді құртқым келмейді. Бірақ бір үрейдің бар екені анық. Тап қазір сұмдық болатындай сезімде жүрмін. Әншейінде адам толы болатын мейрамханалардың барлығы да босап қалған. Қалада қорқынышты қауіптің бар екені сезіледі. Федералды барлау бюросы италиялық мамандарға қауіпті нысандардың атауымен бірге 5 адамның тізімін де берген. Қазіргі уақытта олардың кім және немен айналысатыны зерделенуде. Билік басындағылар абдыраған тұрғындарды сабырға шақыру үшін мұның әлі нақты мәлімет емес екендігін айтты. Өз кезегінде Рим папасы Франциск ешқандай кедергіге қарамастан 8 желтоқсан күні әулие Петр базиликасы миллиондаған католик үшін есігін айқара ашатынын мәлімдеді. Біз торқалы жыл қарсаңындамыз. Ол күн алыс емес. Бұл күні қасиетті базилика қақпасы ғана емес, Құдайдың рақымы мен мейірімі де ашылады. Шіркеуді қоршаудың қажеті жоқ. Барлық есік ашық болуы керек.
Қабырғамен бірге қаланып кеткен Ватикандағы қасиетті базилика қақпасының кілті кеше қолға алынды. Бұл құпия қақпа құлшылық қылатындар үшін 25 жылда бір рет қана ашылады. Дәл осы күнге қарсы қауіп-қатер де күшеюде. Өйткені бұл күн әлем христиандары үшін аса маңызды дата болып саналады. Меруерт Айтқазықызы, Талғатбек Әбдіғожаев, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия, Рим, Хабар. Кешегі жаңалықтарымызда оңтүстік Қазақстан облысы Қаратау аудандық полиция бөліміне 9 жасар бала жеткізілгені жайында айтқанбыз. Және оны ұрып соқты деген күдік бар екендігін аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғаны мәлім болды. Қазір бізбен оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзова телефон арқылы байланыста. Сіздердің телеарналарыңызда алдыңғы күні көрсетілгендей 9 жасар бала құлдықта жүрген бойынша Қаратау аудандық полиция қызметкерлерін анықтағандай, осы бойынша қазіргі таңда жасөспірімнің апасы анықталды. Ол Қазақстан Республикасының азаматшасы болып шықты. Шымкент қаласының тұрғыны 51 жастағы. Апасының айтуына қарағанда, бұл кәмелетке жасы толмаған бала Өзбекстан Республикасының Самарқанд облысының тұрғыны, шешесі сол Өзбекстан Республикасында қазіргі құжаттарын реттеп жатыр. 9 жасар бала көмектесіп өзінің мүгедек нағашы әпкесінің үйінде жүрген. Осы жайт қазіргі таңда полиция қызметкерлерімен жан-жақты тексеріліп жатыр. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 140 бап бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ол кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жұмысын орындамау. Бірнеше сараптамалар тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасып жатыр. Кеше кешкісін Павлодарда 5 қабатты тұрғын үйдің жертөлесінен өрт шығып, салдарынан 6 адамды күйік шалды, оның 4-еуі бала. Қала орталығында тұтанған тілсіз жауызды ауыздықтап, зардап шеккендерге көмек көрсету үшін өрт сөндірушілері мен жедел жәрдем қызметі уақытылы келіп жетті. Үйдегі 40 тұрғын қауіпсіз жерге жеткізілді. 20 градус аязға қарамастан кейбір тұрғындар жеңіл желпі киіммен далаға жүгіріп шықты. Көп қабатты үйдің кіреберісі мен ауласында көліктің көп болуы құтқарушылардың жұмысына кедергі болды. Бір баланы олар балконнан автосат арқылы түсірді. Өрт шамамен 3 сағаттың ішінде сөндірілді. Қазір мамандар оның шығу себебін анықтап жатыр. Пострадавших пока 6 человек. 6 адам зардап шекті, оның ішінде 4-еуі бала. Ересектерді орта дәрежеде күйік шалған. 4 бала облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Олардың да жағдайын орта және жеңіл дәрежеде деп отырмыз. 2016 жылы кепілді түрде берілетін дәрі-дәрмектердің тапшылығы болмайды. Бұл жөнінде фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы Нұржан Әлбаев Шымкентте медицина саласының жауапты қызметкерлерімен өткізген мәжілісте айтты. Жиында тұрғындарды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жағдайы әңгіме болды. Ол бірыңғай дистрибуциялық жүйе арқылы сатып алынады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі бекіткен тізім бар. Сол тізім бойынша 1034 түрлі дәрілік зат пен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға 101,9 миллиард теңге қарастырылған. Соның 25% өзімізде шығарылатын дәрі-дәрмек пен медициналық заттар. Егер қаржылық тұрғыдан қарайтын болсақ, әлгі айтылған соманың 17% отандық өндірушілерде қалады. Олармен ұзақ мерзімді келісім шарт жасалған. 16 қарашаға дейін 40,9 миллиард теңгеге 353 түрлі дәрілік заттар сатып алынды. Толық барлық қамтамасыз етіледі. Қазіргі таңда біз уже 70%-ның барлығын анықтап договорға, контрактке отырылдық. Солардың барлығы осы декабрь айының 15-іне дейін толық келісім шартқа отырылып, ал келесі 2016 жылдан бастап қамтамасыз ете бастайды. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда жүздескенше.